сахнада. Ғаламшар ақыл ой бесігі. Бірақ бесікпен мәңгі өмір сүре алмаймыз. Константин Циолковский. Сәлеметсіз бе, Сергей Павлович? Не болды? Сәби ұйқысымен ұйықтауда. Герман, ұйықтап жатырсың ба? Мұнда ұйықтапсың. Төсеніштердің асты датчиктерге толы. Мен әлі сені алар емеспін. Барлығы дәл осылай болғанына. Барлығы енді болуда. Алдымен көкке ұшу керек. Және қону кедергі етпейді. Сен сауалнама парақшасына кімнің атын жаздың? Сенің. Ал сен? Не болды? Скорпион 3, жарықты өшіріңдер. Саулығын сілеймін, Сергей Павлович. Ұшып жұмыс істеу кедергі жасауда. Пауэрс аз болғанда оларға. Адамдар жұмыс істеуде ме? Дәл солай, Сергей Павлович, жұмыс істеуде. Бізде жұмыс кестесі бар ғой. Олардың жұмыстарын бақылау керек. Шамды жақ. Иә. Мен барлық жауапкершілікті өз мойныма аламын. Үшінші деңгей барыңдар. Ғарыш айлағының барлық қызметкерлеріне 7 сағаттық дайындық жариялануда. Сергей Павлович, істеуге болады. Асықпаңдар. Барлығын әділ тексеріңдер. Әділдік бірінші орында. Егер қателессеңдер, есеп беруге келіңдер. Бұл сізге байланысты. Жаңа дәуірге ертең аяқ басамыз ба, жоқ па? Ғарыш айлағының қызметкерлері, назар аударыңыздар. Барлық жүйені тексеруге келісіңдер. Гагарин, ғарыштағы алғашқы адам. Тұру керек. Қалай ұйықтадыңдар? Қалай үйретті? Керемет ұйықтадым. Жақсы.
Гера, бізге бірге роман жазуға қалай қарайсың? Сен Герман, мен Юрий. Юрий Герман кеңес жазушысы. А? Түк күлкілі емес. О, Жұлдызша, сен бісің? Солай сияқты, не, мені шығарып салуға келдің бе? Неге сені? Бізді? Ал, ғарышкер. Сен онда болғансың. Не көргенді айтасың ба? Шынымен бе? Шын ба? Шын ба? Көп сөйлеуіңді қойшы. Әлде мен қорқып қалам. Гера, үйтіп алаңдаудың қажеті жоқ. Сен келесісің ғой, ал сенің бағдарламаң 100 есе қызығырақ. Сен орныңызбен ауысқың келе ме? Немене? Мыңның мыңы әлі ұшатын болады, бірақ алғашқысы есте қалады. Түсіндің бе? Неге міндетті түрде қайтару болуың керек, білесің бе? Неге? Себебі қайтып оралмасаң, ғарышқа жол біз үшін мәңгіге жабылады. Түсіндің бе? Ғарышкер жолдастар, уақыт келді. О, сізді бұл жерде көремін деп күтпедім. Иә, Юра, біз сондаймыз. Ән мен биімізді ашулы луфтарға айдауға келдік. Бірісі кетті. Иә, көмектесіңдер жігіттер, көмектесіп жатырмыз. Герман, кел, көмектесейік. Жақсы. Юра бүгін түсімек енді. Оларда бәрі дұрыс па екен? Білмейм, шынымды айтсам солар үшін қорқамын, алаңдаймын. Ол жақта қалдары қалай екен? Екі кішкентай баламен. Ештеңе етпейді. Біз соғыс кезінде төртеуін көтердік. Бәрі аман сау, тірі қалар. Бәрібір алаңдаймын. Сен не қазір жаяу барайын деп тұрсың ба? Неге жаяу? Лисапетпен. Пуфайканы ал. Аха, сен қазір өзіңнің аяғыңмен ол жаққа 3 сағатта зорға жетесің. 3,5 ары, 3,5 бері. Білмеймін, менің жаным біртүрлі жай таппай тұр. Алаңдама. Балаларды аяққа тұрғыздық, немерелерді де тұрғызамыз. Бұл өмір. Түсінікті ме? Түсінікті.
Көрдіңіз бе? Тіпті вагон ресторанда отырғандаймыз. Москва Владивосток экспрессінде. Да, ыңғайлы келе жатыр. Гриш, сен тәттілер алдың ба? Біздің әсертебімізде алтын кілт. Жолдас полковник, ал мен кері айналдырсақ болады ма? Маған арқамен алға қарай жүру ыңғайсыз. Жігіттер, Юрий Алексеевичті айналдырыңдаршы. Ал түсірілімге рұқсат бар ма? Маған ғарышкерлер түсіру тапсырылды. Сіз ғарышкерсіз бе? Ғарышкер. Солай сияқты. Ал міне бітті. Жарайды. Кеше-кешке зымыранға жақындадық. Сергей Павлович көріп, неге барлықтарың айналшықтап жүрсіңдер дейді. Қалыңдықтың айналасындағы кеу жігіттер сияқты ма? Кеу жігіттер жетеді. Ал қалыңдық болса біреу. Солай ма кермін? Болды, жауапты түсіндім. Ары-қарай жалғастырмасаң болады. Юрка, сен бізді ұятқа қалдырма. Ал біз сен мұнда ұятқа қалдырмаймыз. Жігіттер, ұзаққа қоштаспаймыз ғой. Юрка, сіз біздің барлығымыз үшінсің. Ал біз жұдырықтай кристалмыз. Жолдас офицерлер, мемлекеттік комиссиясының шешімімен барлықтарыңыз жасаққа қабылдандыңыздар. Ғарыш ұшқыштарын дайындауы бойынша партия және үкімет КСРО қорғаныс министрлігі сіздерді дайындау жауапкершілігін жеке маған жүктеді. Сөзбен айтқанда, біздің авиацияда мен жүргізуші, сіздер жүруші. Дұрыс па? Рахмет, жолдас генерал-лейтенант. Отыруларыңызды өтінем. Осыма челес күндегі құтқарған. Сұрақ қоюға рұқсат па? Рұқсат. Алғашқа біз немен ұшамыз? Әрине зымыранмен. Сыпырғымен емес шығар. Жолдас офицерлер, танысып қойыңыздар. Біздің бас конструктор Сергей Павлович Королев. Отырыңыздар. Отыруларыңызды сұрайым. Ал қырандар 3000-нан астам үміткерлерден 20-сы ғана таңдалды. Бұл сіздер. Ендеше танысайық. Ал Аникеев. Мен. Беляев. Мен. Бондаренко. Мен. Быковский. Мен. Варламов. Мен. Волынов. Мен. Гагарин. Мен. Горбатко. Мен. Заикин. Мен. Карташов. Мен. Комаров. Мен. Леонов. Мен. Нелюбов. Мен. Николаев. Мен. Попович. Мен. Рафиков. Мен. Титов. Мен. Филатьев. Мен. Хрунов. Мен. Шонин. Мен. Өтті жақсы. Ал сен, Құран, өзің туралы айт, жақындарың туралы. Аға лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич. 34 жылғымын. Оренбургтағы жазғы училищені тамамдадым. Тез, тезірек! Амандығыңыз тілеймін, полковник мырза. Амандығыңыз тілейміз. Сержант Гагаринді есептен шығару жөніндегі құжаттар қайда? Әлі дайын емес. Қалайша дайын емес. Оны әлі шеше алмадым, Иван Михеевич. Курсант өте толқуда. Анатолий Григорьевич, толқуда дегеніңіз не? Жылап жатыр ма? Жылап жатыр деп есептеңіз. Аспансыз өмір сүре алмаймын дейді. Аспансыз өмір емес дейді. Не істейсің? Қаны жақсы, батыл, сенімді. Тек қонғанда ғана кешкіде. Иә, білем, ұшқаны жақсы. Техникамен қоса өзінде құртады. Ал сен оның асты жағына бір нәрсе төсеп берің. Кішкентай бойы үшін көру қабілеті дұрыс болмайды дейсіз бе?
Өзің айтып тұрсың ғой, жақсы шат, ендеше қону кезінде жерді көрмейді. Амалын тап, Григорич. Север бір, қонуларыңа болады. Сержант Гагарин оқу ұшуын орындады. Біз оны байқадық. Ұшу тапсырмасының қатесіз орындалғанын назарға ала отырып, оған қоса батылдығы, еңбекқорлығы, сержант Гагариннің ынта-жігері қосбасшылықтың шешімі қабыл етеді. Сержант Гагаринді өз бетімен ұшуына рұқсат беру, кезекті әскери атақты бере отыра, жалпы сынақ қабылданды. Ол не дайындалмаған ба? Юра, шылым. Қалайша? Міне? Өзінің планшетінде отырған көрінеді. Енді шеге алмассың. Сен бе кеңес берген? Оқу эскадрильінің жолдас командирі, кешіріңіз, мен сізге жаңасын әперем. Ойың алма, Гагарин. Бұл тек дәстүр. Мен саған мұнан айтайын. Сен 5 минутсыз лейтенантсың. Мүмкін тіпті полковникқа дейін жетерсің. Сол үшін есіңде болсын. Аспан қателікті кешірмейді. Тамақтану уақыты? Кәмпит жейсің бе? Ап. Гера, кәмпит? Жоқ болса жоқ. Жігіттер. Юра, қане. Сонымен жолдастар, жиналыңдар. Жолдас генерал, бізді түсіруде. Дұрыс, американттарға өздерін түсіруге болады, ал бізге болмай ма? Біздің батырлар кем емес. Олардан да жақсы. Юрка, досым, есінде болсын. Сен онда бәріміздің атымыздансың. Эх, бекем бол, Юрка! Бекем бол! Ал кеттік. Не? Жоқ, бәрі дұрыс. Герман, сен мен досымсың ба? Ағайындыларым, қанекей? Болды, достар, жетер. Ал ендеше, Юрий Алексеевич, Куйбышев аймағында көріскенше. Байланыс дайындығын тексеру. Сізді түсіндім. Пималар, ой тігілмеген ескірген, ой сен Коля, Николай, үйде отыр қаңғырмай. 10 тамыз 8:00. Температура 25 градус.
ылғалдылығы 62%. Кеменің барлық жүйесі жақсы жұмыс істеуде. Бүгін камерада кім? Аға лейтенант Гагарин. Гагарин ол жерде болуды қалай көтеруді? Жақсы, бар уақыт бойы қалжыңдасуда. Эмоционалды фон жетіспегенен. Ол тіпті бір жазықта қазақтай көргенін әндетеді. Дұрыс. Марс планетасына жақындаудамыз. 65 миллион километр өтілді. Қону алаңын дайындаңдар. Лаборант Ирина Лебедева. Ол менің кезекшілігімді қайдан біліп қойды? 10-шы тәулік өтті. Біріншіден Марстану емес, Марсқа қону, ал екіншіден сіз лаборант Ирадан басқа не ойладыңыз? Болашақ жайында бас жолдас. Бәрінің ойында өткеннің бейнесі. Ал сіз? болашақ жайында. Сіздің болашағыңызға қызығуға болады. Жұмыс істейміз. 1, 2, 3, 4, 5. Қалай түсіндіңіздер? Прием. Сізді түсіндім. Амандығыңыз тілейміз. Сәлеметсіз бе? Тұр! Тік тұр! Дайындау бойынша жұмысты іске қосу зымыран тасығыш пен ғарыш кемесі «Спутник Восток» аяқталды. Ғарышкер Гагарин бортында ескертулер жоқ. Сағаттық дайындық жөнінде хабарлаңыз. Хоп! Назар аударыңыз. Сағаттық дайындық. Кедір, мен Заря 1. Сағаттық дайындық жарияланды. Сізді түсіндім. Сағаттық дайындық жарияланды. Фермадағы барлық жұмыстар аяқталуда. Сіз қазір шу естейсіз. Қызмет көрсету алаңында жұмыстар жүріп жатыр. Назар аударыңыздар. Вагондар кетуде. Мен шуды естігем жоқ, сонымен қатар кейбір ауытқулар түстіртемін. Юрий Алексеевич, қазір темір жол вагондары аттанып жатыр. Қызық, сіз оны естимісіз? Жоқ. Ештеңе естімедім. Сізді ғана естимін. Сергей Павлович, КП-штің сигналы жоқ. Ол не дегеніңіз? Ол деген кабина герметизациясының бөлінуі мүмкін екенін білдіреді. Люк қақпағының сигналдары жоқ. Жағдай қалай? Баяндаңдар. Сергей Павлович, люк қақпағының орнатылуын аяқтадық. Қақпақ дұрыс орнатылды ма? Қисайған жоқ па? Жоқ, Сергей Павлович, бәрі дұрыс. Сол ғой, бұл дұрыс емес. КП-3-тің сигналы жоқ. Қақпақты шығарып қайта орнатуға үлгересіз. Үлгереміз, Сергей Павлович. Юрий Алексеевич, Бұлай болды. Жабылған люк бір контакты көрсеткен жоқ. Біз қазір қақпақты шешіп қайта орнатамыз. Сол үшін алаңдамаңыз. Түсіндім, бәрі дұрыс. Толығымен салмақтымын. Мұндайдың болмағаны қанша, барлық денем терде. Алаңдаймын мен, аттасым алаңдаймын. Мен онда не болмақ? Қатты асырып жібердің бе? Шаламын ба өз? Дайынсың. Сен дайынсың. Дайынсың. Тіпті өзіңе құлақ аспайсың да. Ал жедел жағдай боп. Корабль герметизациясын жоғалтса, онда білесің. Бірақ бәрі саған байланысты емес. Ол туралы ойланбай-ақ қой. ол туралы ойланбай қой. Юра, саған қарай гайка құламады ма? Сіздерге не, біреу жетпей ме?
Юр. Ой, жарайт, қонған соң табамыз. Сен дәуіріңді қабылдауды ұмытпадың ба? Бозарып кетіпсің. Сонымен не? Кәрі тышқан. Маған жаның ашиды ма? Мен осындай сәтте Юраны қолдасам ба деп ем. Өзіме қолдау керек боп тұр. Ал, әуендерді берді ме? Әлі берген жоқ. Береді деп үміттенемін. Түсінікті. Ол музыканттар ғой. Әне міне дегенше. Махаббат туралы берді. Ол дұрыс. Сізді келесі биге шақыруға рұқсат беріңіз. Тағы ма? Сіз біле алмайсыз ғой. Не опты? Сіз мені үйретесіз? Мен сізді далада жиі кездестіремін, Чечерина көшесінде. Сіз онда не істейсіз? Жауап беру міндетті ме? Ол жақта сүйкімді тұрады ма? Тұрады. Ал қай үйде? Мынандай үлкен сор колонналармен. Мынауыңыз жалған. Ол менің үйім. Мен онда бәрін танимын. Герметикалану тексерілді. Қалыпты. Бәрі өз қалпында. Қалай түсіндіңіздер? Сізді түсіндім. Бейне бірінші сортта емес. Өңсіз бейне. Кедергілер, жолдас басшы. Зымыран корпусы гуілдеуде. Білесіз бе мен неден қорқам? Біз оның алдында әңгіме қылып едік. Шарды жарсақ па, жоқ па? Егер ол болжама жауға құласа, сонымен мен оны жаруға келсем. Неге екенін білесіз бе? Себебі менің қорқатыным жаудың немен ұшатынымызды біліп қоятыннан. Мен ұялам. Ал сізге қарасам ұят емес сияқты. Жұмыс қалай өтіп жатыр? Бәрі дұрыс, Сергей Павлович. Код 5 бәрі дұрыс деген сөз бе? Иә, Сергей Павлович. Ал код 4 деген? Герметизацияның жойылуы. Код 3 қозғалғыштың өшуі. Олар өшпеу керек. Есте сақтаңдар, ғарышта айтылған әр сөз алтыннан қымбат. Сіздің балаңыздың зымыранда екенін елестетіңізші. Оның ғарышқа аттануын елестетіңізші. Мен аттандырмас едім. Ал мен аттандырдым. Кедірмен заря бір. Бізде бәрі дұрыс. Операция басталуына дейін 1 минуттық дайындыққа бірнеше минут қалды. Амандығын тілейміз. Бүгін қандай күн? Жолдастар. Бұндай бұрын соңды жер шарында болмаған. Ал ендеше бәрі қазір басталады. Кілттерді дайындаңдар. Кілті дайындаңдар. Иә. Кедірмен заря бір. Минуттық дайындық. Қалай түсініңіздер? Сізді түсіндім. Минуттық дайындық.
Бастапқы орнығу. Орнықтым. Кедір мен Зария бір. Іске қосты уақытында мен бәрін баяндап отырам. Сізді түсіндім. Кілт стартқа. Кілт стартқа. Кілт стартқа. Кілт стартқа. Түсіндім. Кілт тренажға қойылсын. Түсіндім. Кілтті қойдым. Кілт тренажға қойылды. Түсіндім. Кабель мачта орнынан кетті. Түсіндім. От берілуді. Алдын ала қадам. Аралық. Бас. Ұш. Кеттік. Кедір мен Зария бір. Сізге жақсы суды тілейміз. Бәрі дұрыс. Кездескенше. Жақын арада кездескенше, қымбатты достар. Әлі қуану ерте. Достар, ерте әлі. Бақырмаңдарш. Юркаға көз тигізесіңдер. Тірілдеу желінде. Өзімді жақсы сезінемін. Ауырлықтар ары қарай өсуде. Мені қалай естіп тұрсың, жауап бер. Кедір мен Зария, кедір. Барлық артық адамдарды атасының басына. Кедір мен Зария, кедір. Кедір. Байланысқа не болды? Неге үндемейді? Қазір Гагариннің жүрек соғысы 158, ал шар алдында 66 болған. Жүрегі? Сергей Павлович, мен Юраның төзімділігін білем, мәселе жүректе емес. Кедір мені қалай естисің? Онда не болды? Жауап беріңдер. Разгерметизация ма? Шамадан тыс жүктемеден талып қалды ма? Мүмкін Юра дұрыс емес нәрсе қосып қойды ма? Ал ақылы көй, бар жайш. Кедір мені қалай естисіңдер? Жауап беріңдер. Сергей Павлович, Бестіктері қайда? Қайда олар? Кедір жауап беріңдер, мені қалай естисіңдер? Жеті жы. 8 жы. 9 жы. Еркек. Нағыз еркек. Мені қалай естисіңдер? Жауап беріңдер. Кедір. Зария мен кедір. Жақсы естеймін, бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс. Екінші саты жұмыс істеуде. Өзін өзін жақсы сезінуде. Мені қалай естейсіздер? бастығының бастапқы қалпына келуі орын алды. Жерді көріп тұрмын. Жақсы анықталған жер. Өзендерді, бекен жиындарды көріп тұрмын. Жақсы көрініс. Керемет. Көрініп тұр. Прием. Кедір, мен Зариямын. Жарайсың.
Барлығы жақсы өтуде. Көріну өте жақсы. Тамаша. Юра, Қолыңды бер. Так кішкене қалды. Әне қараш, сәл ғана қалды. Жоғарыға барғым келгені қандай? Ал қараңғыласа, жұлдыздардан бағдар аламыз. Так, мен ұшқышпын ғой. Және де бізді жұлдызбен ұшуды үйретті. ал мен ұшқыштың жұбайымын. Мұнда кел, ұшқыштың жұбайы. Сен менің әйелімсің. Аха. Кешір. Юр, мүмкін мен сен шыққанда саған арнап дұғалар оқырмын. Сіз біздің үстімізден ұшып өткенде жүрегім тоқтайтындай. Саған жеңілірек болса, оқи бер. Мария Ивановна, Кім полктың әйелі ме? мен оның палашын сұрадым. Сен туралы, мен туралы, біз жайлы. Не деп палашты? Ол сенің бір рет қана шатың жайлы айтты. Бұл енді болмаш әңгіме. Біз де солай ойладық. Менде олардың 50-і болған шығар. Тағы не деді? Сонымен қатар жақын арада біз балалы болатынымыз жайлы айтты. Бұл рас па? Енді тым жақында емес. Ура! 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 Менің ұлым болады. Мен оны ұшуға емес, үйретемін. қыз. Болса болсын, оны да ұшуға үйретемін. Ура! 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 Заря, мен Кедір. Екінші сынақтың өшуі орын алды. Ауыр жүктемелер ары қарай артуда. Онша. Кабина тоқтасын. Ал, жағдайың қалай? Өте жақсы. Я, ал көңіл күйің? Сергек, Онда тамаша. Мынау не байлам? Сен бе бұлай байлаған? Сұрап тұрмын, сен бе бұлай байлаған? Тырыстым деймісің? Мұндай байламдарды жасағыш болсаң, өзіңнің шашыңда жаса. Мұндағы қысымдардың қандай екенін білмеуші ме едің? бүгін таңертең қан тапсыруға бардым. Кітапқа көз салдым. Исследование ол жерде 10 бет, әр бетінде 10-дан астам зерттеулер атаулары. Жер рефлекстеріне анықтама. Минор әдісімен жылуалылық ваннасымен. Қандай минор әдісі? Минор әдісімен жақсы, енді жылы ваннамен ғой. Сіріңке жоқ па? Не болып қалды, Сарлей? Толығымен шығарып салды. Әлде? Неге? Неге сені? Қан тамырлары жарылып кетті. Бара камерада.
сен зерттеулерден шығарып жіберді ме, әлде авиациядан шығарып жіберді? Тыңдашы досым, сен алаңдама. Сен бөлімге бет ал, сонда шешеді. Жарайды жігіттер, маған сәтті болмаса да сендерге болады. Лайка боласыңдар. Тыңдаңдаршы, мүмкін кеш болмай тұрғанда рапорт жазып кетіп қаламыз. Тыныш жігіттер, жүйкеленбеңдер. Қазір ең бастысы бұл сабырлықпен медицинаны жеңуді қалау. Бірге болсақ өтерміз. Таңнан кешке дейін медицина, одан да ұшқанымыз да білім артық болмайды. Кеттік, о, міне ракета, кеттік. Ал енді бірінші ғарыштық, екінші ғарыштық. Рахмет, сарбаз, білім алуға кеттік. Осыны айт. Жақсы. Біз жер бетінде адам салмақсыздық шарттарында қарапайым өмір сүрелеріне жауап таппадық. Ғарыштық сұмдық әсерінен оның ойлау қабілеті гравитациясы жұмыс жасай ма? Ақылмен істейтін іс-әрекеттерді жоғалтып алмай ма? Бұл Трёпс тұжырымдамасы. Және де ғарышкердің психикасы жердің ғарыштан көрінісін шыдайтынын. Ассоциация ойынын ойнай аласыз ба? Мен қолымнан бәрі келеді. Күн, Тундра. ертегі, Ана. ән, Достар. сұмдық, Аштық. қуаныш, Балалар. Бөлімше бар. Бортында адам отырған ғарыш кемесі орбитаға шықты. ал енді ура! Ура! Сонымен Константин бауырым, осы жылдар бойы менен талай таяқ жеген шығарсың. Сіздені шу, Сергей Павлович. Қосың ай, өзімнің қанша армандағанымды білесің ба? Ал ұшқан ол, ешкімге қызыққаным жоқ, ал оған қызығам. Әлі түсу бар. Сендер ұмыттыңдар ма? Әлі орбитадан түсу керек. Сендер не ұмыттыңдар ма? Иә, түсіреміз. Никита Сергеевич, тұтқада Королев, әкел. Королев, Гагарин қалай? Орбитаға шықты ма? Гагарин орбитада ұшу жақсы өтуде. Жарайсың, Сергей Павлович. Бірақ байқа, бәрі бірінші дәрежеде болсын. Бұлай тек сенің Одессаңда емес, біздің Киевте де айтады. Барлығы жоспардағыдай болады. Енді дауыстары қарлық болсын, жолдас Левитан. Никита Сергеевич, сізге уайымдағы болмайды. Сізде Қысымды қоя тұрыш. Қазір бүкіл әлемде қысым пайда болады. Малиновскиймен байланыстырыңдар.
Маршал Малиновскиймен байланыштырыңдар. Малиновский, сенің бірінші ғарышкерің ұзағы уақыт лейтенант болып жүре бере? Капитан атауын береміз, Никита Сергеевич. Қандай капитан? Кезексіз майор атағын беруге бұйрық дайында. Атағы бойынша болмайды, Никита Сергеевич. Неге болмайды? Әскерде мыңдаған капитан бар. Олар ренжуі мүмкін. Родион, сен бұл жағдайдың қандай деңгейде екенін түсініп тұрсың ба? Планета аралық. Бізді ұмытар, ал бұл жағдай мәңгі есте қалмақ. Түсіндім, Никита Сергеевич. Түсінсең жарайды. Юрка, жетер! Сен қайтадан мен қанаттарым сындырдың? Бориска, тоқта! Бориска, тоқта! Мен саған жаңа ұшақ жасап беремін. Шайыма қалдырш. Сен ұшқыш болғың келмей ме? Бориска! Шайыма қалдырш мені. Бориска! Анашым, менің қарным ашты. Бұның не сенің? Шыдай тұр күнім, шыдай Бұдан тұр. артық шыдай алмаймын. Тамақ жегім келіп тұр. Шыдай тұр күнім, әкең су алып келе жатыр, шыдай тұр. Шыдаңдар. Пешті жағыпты бейбақ. Біздің тауықтарды қайнатпақ. Юр, тамақтанғым келіп тұр. Танаш, тағал. Френс бір жерге кетті. Осында тұр, мен қазір. Юрка, қайда кеттің? Әке үйге жақындамаңдар деді ғой. Юрка! Жібер, оңбаған, жібер! Қаш, Бориска! Сайтан алғыр! Сартан алғыр! Борисканы жібер! Жібер Борисканы! Анашым, сайтан! Борисканы асып қойды! Анашым! Ой, балам. Ой. Шыдай тұр, балам. Ой, шыдай тұр, балам. Юра көмектесіп жатыр, шыда. Қазір, шыда, кішкене шыда.
Ай. Ай. Бұл үйге қанша рет жақындамаңдар деп едім. Ол сендерді тіпті... Юра... Бөрене... Отан біледі, отан біледі, аспанда. С дружеской лаской, нежной любовью, алыми звездами башен московских, башен кремлевских, смотрит она за тобою, смотрит она за Ракета бастапқы кестеде жарылды. Жанармай құбырының ағуы. Адамдар қайтыс болды, тірідей өртенді. Қайғылы оқиға техникалық қателіктерден болды. Және элементарды адам қателіктерінен. Сіз ықтимал салдарды біліп түсінуіңіз қажет. Сергей Павлович, кеменің ұшуын сол себепті шегерді ме? Жарылған зымыран біздік емес, алайда бізде де қиындықтар бар. Сіздердің біреулеріңізді ғарышқа ұшырмас бұрын тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерімен қосымша іске қосқыштар қажет. Мен сіздерге бір тамшыққан шайқас және білімдегі маңдай тер. Не? Сергей Павлович, менің айтқым келгені жақсырақ дайындаламыз. Неге дайындаламыз? Сонда ғарышта алғаш рет американдықтар болмақ па? Олардың кемелерінің ұшу уақыты наурыз айына жоспарланған, бірақ оның болуы әлі нақты емес. Сонымен қатар, бұл жай ғана суборбиталдық ұшу болмақ, 15 минуттан Бұны біз түсінеміз. Ал әлемге бұны қалай түсіндіреміз? Біз оларға жеңіле алмаймыз. Мені жіберіңдер. Бұл үшін мен жанымды беруге де дайынмын. Звоночек, сен арамызда өзіңді жалғыз қаһарманым деп ойлайсың ба? Жалғыз емессің. Барлығы ұшуға дайын. Мен дайын емеспін. Маған мән мағынасыз адамдардың құрбан болғаны қажет емес. Леночка, әкеңе қатты ұқсапсың. Егер қаласаң, мен онымен ертең отыра аламын. Сізге не қажет? Юра ұлды қалайды, ал менің ойымша қайта қыз болады. Қандай ат қоймақсыңдар? Егер қыз болса, онда галочка. Жағымды, көктемді кесім. Леночка, сенің сіңілің болғанын қалайсың ба? Қыздар, мен енді білдім. Сондай жаңалық қандай? Валюш, сен тек уайымдама. Саған қазір уайымдаға болмайды. Леночка, Лен, өзіңнің бөлмеңе барып ойнай тұршы, жақсы ма? Жылдамырақ. Бірақ ой, Леночка, жылдамырақ. Айт. Қыздар, мен бәрін білдім. 20-дан 4-еуін таңдапты.
Карташевта қан тамырларының сынғыштығы. Қазір оның арқасы толығымен көгеріп қалған. Барламовта мойын омыртқасы жылжып кеткен. Ештеңе түсінбедім. Сонда кімді алды? Аюры. Өтті. Сенің Германың да өтті. Оларды құттықтау жөнінде ойлану қажет. Сен түсініп тұрған жоқсың ба? Ерте ме кеш пе, олардың біреуін айқын өлімге жібереді. Сонда не ұсынбақсың? Каманинге хат жазу қажет. Бірінші шуға бойдақ біреуді жіберуін өтініп. Мысалы, Быковский, немесе Николаев. Валь. Мен өзім қарсымын. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Кедей тұйық қарапайым рыцарь өмір сүріпті. Бейнесіне қарасаң, күңгірт бозарған секілді. Алайда рухы мықты және тік. Мықты және тік. Ада, қараңыз, Герман Быковскийдан ұзағырақ. Иә, білемін. Иә, Герман, кішкене қалды. Кішкене. Оның ақылға қонымсыз бір көрініс көрді. Және әсер алғаны соншалық жүрегіне қатты тиді. Болды, тоқтат. Ақырын шығарамыз. Басын ұстап, міне, мына кушеткаға жатқызыңдар. Болды, ботинкасын шешеміз. Камуфляжын шешіңдер. Енді жарайсың, Герман Степанович. Быковскийге қарағанда нәтижеңіз 2 минутқа жоғары. Қалай тұрысқанын қара. Герман, жарайсың. Ғарыш қашқысы келетін бірден көрініп тұр. Қой, Гриша, кім ұшқысы келмейді дейсің? Сен ұшқың келмейді ме? Әзірге бұл отрядтағы ең үздік көрсеткіш. 2 сағат 6 минут. Сен жарайсың. Жарайсың. Ада Равгатовна, Нелюбовтың пульсы жіп тәріздес. Онда неге қарап тұрсыңдар, а? Тоқта, ашыңдар. Қанеки, бұлай шығарайық. Басын жоғары көтеріңдер. Тыныш, міне мұнда кушеткаға. Абайлаңдар. Гриша. Абайлаңдар, Гриша. Керші гідеміз. Нашатыр. Гриша. Қазір. Гриша, қанеке. Қане. Оян, Гриша. Оян. Гриша. Қанеке, есіңді жи. Сабыр сақтаңыздар. Гриша. Жарайсың. Міне жақсы. Болды, өзіңе келіп ал. Жарайсың. Қанша? Бәрінен ұзақ, Гриша. 2 сағат 8 минут. Сонда мен үздікпін бе? Гриш, сен құлап қалдың. Есін жинауға көмектесуге тура келді. Сонда мен бірінші емес істегім келіп тұр ма? Гриша, білесің ғой, оны біз шешпейміз. Бұл жерде барлығымыз біріншіміз. Көктем мен кедір, сізді естіп тұрған жоқпыз. Көктем, мен кедір, прием. Заря 3, мен кедір, прием. Заря 3. Заря 3, мен естіп тұрсыз ба? Түсіндім, жеткілікті деңгейде естудемін. Ұшу қалай болып жатыр? Көлік жақсы істеп тұр, ұшу жақсы өтуде. Ұшуды орбитада жалғастырудамын. Аққұбаға сәлем! Сен Аққұба емессің. Сен жиренсің. Жоқ. Мен Аққұбамын.
Естігің келіп тұр ма? Трамптың қалай келгенін көрудеміз. Ұшақ есігі ашылуда. Трамп бойымен жас қаһармандар, яғни ғарышкерлер түсуде. Күлкі жайнаған жүздерінен шаршағандық сезіледі. Күресуге тура келген қысымның іздері байқалады. Біліп едім. Сонда қалай, біреулер ұшып келген бе? Тыныш. 15 жы, қайта қосу. Жоқ, ал біз неге ештеңе білмейміз? Тыныш сен күте тұр. Трамптың қалай келгенін көрудеміз. Ұшақ есігі Үкіметтен жолдаған хабар қайда? Күте тұрыңыздар. Бұл күлкі жайнаған жүздерінен шаршағандық сезіледі. Күресуге тура келген қысымның біз іздері байқалады. резервтеміз. Жақсы. Сіздер әдеби клубтың фантастика жанкүйерлеріне қойылған Прометей болашақтан сәлем радио қойылымын тыңдадыңыздар. Ой. Радио қойылым білмедім. Ал мен шу жайлы ешкім айтпады деп ойлап барлығымыз отырмыз. Лешка, ал мен шынымен де сеніп қалдым. Бұл шынайы емес, тек қойылым болған, өте өкінішті. Мен оларды қайтты деп қуанып үлгерсем, ал өзіңіз бірінші болып ұшуға деген ынтаңыз жоқ па сонда? Әрине бар. Мен соңына дейін жету үшін барлығын жасап жатырмын. Тоқта, мен түсінелер емеспін. Сонда сен өзіңді бірінші болғың келеді және өзгелерді ешкен ұшқанын қалайсың ба? Мен білмеймін. Қалай білмейсің? Екеуінде қалау мүмкін емес қой. Білмеймін, мен өзім сондаймын, сонда қандай. Ол қалай болған сонда? Ең лайық келетін өзін тыңдап көрсекші. Гера, жақсы. Андриан, қалғандарын шақыр. Қазір шақырам. Мына жерді тазалайық. Шляпаны ала кел. Бәрі мұнда келіңдер. Гриша, қағаздарды дайында. Қарындаштарды алайық. Сонымен әреуліктер, көп әрі сенімді ұшатын боламыз. Бас жолдас, сұрақ қойға рұқсат етіңіз. Айта бер. Ал біз космосқа зымыранмен ұшамыз ба әлде қалай? Енді спырғымен емес шығар. Мысалы, сіз әреулік, өзің жайлы айтып берші. Менің есімім Марс. Онда Марсты игердік деп есептей берсек болады екен ғой. Жазуларды шляпаға салыңыздар. Салыңыздар. Жаздыңыздар ма? Жоқ, әлі бітпедім. Міне. Енді біттім. Қанекей? Титов Герман Степанович. Құттықтаймыз. Рахмет. Так, ары қарай. Марс Рафиков. Мұна қолжазбаны танып тұрмын. Өзін жазған ғой. Әрине, өзін жазын. Гагарин. Қайтадан Юрка. Гагарин. Барлығы дұрыс. Бәрекелді. Қайтадан Юрка. Темп. Жеңілірек. Тоқта. Гагарин, жоғарырақ ал, жоғарырақ. Қанекей? Жақсы. Қане? Алдық. Көңілдірек ағайын. Сендер көңілді жүрексіңдер ғой. Тоқтаңдар. Достар, барлық адамда
арман болу қажет. Мысалы менің арманы бар. Қандай? Інжу пернелі маренго түсті аккордеон. Дұрыс. Гагарин, ал сенде арман бар ма? Бар. Қандай? Қане, бәрімен бөлісші. Менімен сөйлес, Шәке. Қалаға барғым келеді. Қолөнер училищесіне түскім келеді. Алып таста. Ол жақта форма беріледі. Жатақханадан бір төсек, бәтеңке, пальто. Тағы не? 3 рет тамақтандырады, стипендия да береді. Не береді? Стипендия, яғни ақша, айына 7 рубль. Мен әкем оқуға жібергенде ақша төлейтін. Және бұзауды қосымша берген. Бұл қашан болды, әке? Бұрын. Юр, мұнда келші. Түсінесің бе? Өмір деген ағаш ұстасы секілді. Алдымен сені балтамен шауып алады, ауырады. Кейін қол сүргімен бұлдауыр тиеді. Бірақ сәл жеңілірек. Және терімен кейін жұмсақтатап, тегістейді. Барлығы теп-тегіс болу үшін. Сен мұнан айтшы. Қайсысы демірек? Міне ағаш бағанасы. Немесе дайырланып тұрған ба? Мен Юра. Ағаш бағанасы әрине. Мен Юра. Бұл бағаналардан миллион дайырлаймын. Бұл ағаш кесегінің өзінің мінезі бар. Және өз иірілімі. Және Құдайдың рақымы. Айтқандай, қисық болса да өзімдікі. Қала, не қала? Шештің бе? Шештім. Бар. Мен өткен жылдың қыркүйегінде командалық есеп бердім. Есеп түстен кейін ұсынылды. Ал кешке рейс болды. Сонымен ұштым. Ал арктикалық күнбатыстың қандай екенін білесің бе? Олар күзде, қыркүйекте өрт секілді. Ядролық өрт секілді. Немесе періште қанатындай. Сонымен өртке қарай ұшып бара жатырмын. Жоғарыға қарасам, тас қараңғы және жұлдыздар. Бір сәтте сол өртте маған біреу сен бірінші бұзып шығасың деді. Мен бірден сендім. Енді Құдай айтқан жоқ қой? Жоқ әрине. Бірақ дауыс. Біз ұшқыштар ондай дауысқа сенеміз ғой. Иә, сенеміз. Бірақ бұл техникаға толықтай сенуге болмайтындықтан. Сонда кімге болады? Өзіңе. Герман. Ал біз жаңағы дауыстарды шынымен де естісекші. Мыңдаған жылдар бойы адамдар бұл аспанды қаралап армандаған. Жұлдыздарға жетуге тырысты. Дұрыстап қараш, Юра. Бір қарғанда хаос. Бірақ дәл осы хаоста үйлесімділік жарысырылған. Бір жерде біздің өміріміздің құпиясы бар. Біз ғаламның табалдырығында тұрмыз.
және бір ғана қадам жасау қалып отыр. Анашым, ылдыздар деген не? Ол жарық, ұлым. Сонда шамдардан секілді ме? Ол да жарқырайды. Шамдар. Иә, жақсы адамдардың жаны, бейкүнә балалардың жаны. Неге олар сондай әдемі? Оларды адамдар Құдайдың көз жасы деп атайды. Немесе Құдайдың жығы. Егер Құдай болса, онда бізде немістер болмас еді. Ой, білесің ба, мен мынада бір нәрсе оқыдым, сондай бір кабинаны соғыпты. Онымен тура аспанға, айға дейін ұшып баруға болады екен. Иә, жасады. Ай, қарай көр, ә? Қандай ақмақ адам ондай алыс жаққа ұшып барады? Қандай жеңілтек, ойсыз болу керек. Жерде отбасын қалдырып, сонау алыс жаққа ұшып кету. Анашым, ақмақты ғарышқа жібермейді. Ол жақта қиын техника. Оған оны жай ғана сеніп тапсырмайды. Ал сен ол жаққа ұшып кетпейсің ғой. Анашым, мен қандай әскер адам екенімді білесің ғой. Маған қайда бұйрық берсе, сонда барам. Ал Валя ше? Валя? Валяға не болыпты? Ол әскери адамның әйелі, ұшқыштың әйелі. Білесің ғой, мен өзіме сондай іздедім. Ол барлығын түсінеді. Жарты күн Мәскеуде жүрміз. Мүмкін шегерміз. Мен өзім қуана темекі шегетін едім. Үзіліс. Ештеңе байқап тұрған жоқсың ба? Нені? Сәлеметсіз бе? Оператор тек Юраны. Сізде хризантема бар ма? Қалай не? Менің әйелім хризантеманы сүйеді. Қанша тұрады? Не болыпты? Ең соңғы таңдау қазірдің өзінде жасалынған деген сөз. Мынау бірінші. Шады. Сен дублерсің. Мен болса жай қосалқымын. Гриш, сіз түсінесіз. Бәрі кез келген минутта өзгеруі мүмкін. Ал респи қорытындыға дейін тағы бір апта бар. Неге уайымдап отырсың? Уайымдамай қояйын ба? Шуға 10 күн қалды, ал бізбен мысық тышқан ойнайды. Тікемен басқаруды бізге сенбейді. Код ойнап тауыпты. Кім керек оларға? Түймелерді басу үшін білікті ұшқыш па, немесе маймыл ма? Кім керек оларға? Маймыл өздік басқаруға ауыса алмайды. Ал сен ауыса аласың. Саған сенсең ғарышқа жолыңды бастаудан құрасың. Ал сен Каманинға бар да, содан сұра. Гагариннің орнына сен жіберсін ғарышқа. Тыныш енді. Қойындар. Сендер қай жерде отырсыңдар? Тыныш. Жігіттер, не болды сендерге? Одан да жүріңдер, әйелдерімізге гүл алайық. Гүл? Дина мені білет, сондықтан гүлсіз де сүйеді. Ал мен барып аламын. Леночка оянды. Валюш, мен өзім. Сәлеметсіз бе? Жақсы? Мұнда? Не дедіңіз? О, көзді қара. Не дейсіз? Леночка пайда болған кезде сен оны тіпті қолын алуға да қорықтың. Біз тез үйренеміз. О,
Қондық. Топ. Ал мынау сіздерге сағынбас үшін. Не болды? Кім ұшады? Білмеймін. Мүмкін мен. Мүмкін басқа біреу. Қашан? 14-ті. Болды. Уақыт келді. Тек өз-өзіңді күт. Абай бол. Валечка. Қыздарға қарап жүр. Болды. Юра, бәрі жақсы болатынына уәде бере аласың ба? Болды. Менің түсінігім бойынша түпкілікті таңдау жасалында және қарсылық жоқ. Гагарин бірінші болып шығады. Қарсылық бар. Жолдас маршал, мен осы мәселе бойынша өз ойымды білдірейін. Әрине. Мәселе мынада. Екі үміткерді толықтай дайын. Өмірбаяндарда мен сіздерлік. Неге дерлік? Олар екеуі де ауылда. Иә. Гагарин Смоленскіден шаруаның ұлы. Анасы колхозда сауыншы. Герман Алтайдан. Әкесі ауыл мұғалімі. Айтпақшы, оның атын Пушкиннің «Пиковая дама» шығармасындағы кейіпкердің құрметіне қойды. Иә, қызық есім. Иә, алайда Титов мықтырақ, әрі төзімдірек. Жолдас маршал қауып жатыр. Онда жүр. Не болып қалды? Біз келісіп ек қой. Сергей Павлович, келісем. Екінші рет ұшуға әлде қайда мықты ғарышкер керек. Герман Титов секілді. Мені штаттан тыс жағдайдың психологиялық тұрақтылығы көбірек алаңдатады. Николай Петрович, адамның салмақсыздық жағдайына қалай төзетінін бізге белгісіз, және сіз бұны жақсы білесіз. Сонымен қоса, бәрі сәтті болатынына 100% кепілдік жоқ. Сіздің күмәніңіз істің басталу алдында кері әсер тигізуі мүмкін. Егер нақты ойлар болса, баяндаңыз. Жақсы, нақтырақ айтайын. Титов барлық жаттығуларды тура және артық сұрақсыз орындайды. Ал Гагарин кейде олардың орындылығына күмән келтіреді. Нақтырақ. Нақтысы катапультация. Сонымен қатар, есептік қону орнын ұшу барысында Гагарин мынаны байқады. Мына жерге қонуға болады деп. Басқа эпизодтарда болды. Түсінікті. Катапультация жөнінде менің білуімше, ол мұны өте жақсыға орындады. Күмәнданатын сәттерге келер болсақ, маған Гагариннің бұл қыры ұнайды. Бұл дегеніміз теңдестірілген тәсіл. Қазір Гагариннің екінші баласы туылды. Ол салмақты, ақылды адам. Ал жақын арада Титовтың жаңа туылған нәрестесі қайтыс болды. Егер сіз білгіңіз келсе, және ол бұл ақпаратты жасырып қалғысы келді. Себебі оған қатысты шығатын шешімге кері әсер ететінен қорықты. Ғарышкер қайтып оралғанда барлық шындықты айтуы керек. Космонавтиканың болашағы осыған байланысты. Соғыс кезінде Гагарин басып алынған аумақта болды. Білесіздер ме? Сталиндік ескі ғұмынан құтылатын уақыт келді. Жолдастар, бізді үлкен сынақ күтіп тұр. Қазір жүйке жұқартатын сәт емес. Кім бірінші болатыны маңызды емес. Бастысы кеңестік адам болғаны. Өте дұрыс сөздер. Хрущевқа Гагариннің суретін апты.
Мұнда кеңес адамының данышпаны ғарышқа батыл шабуыл жасады. Әдемі сөздер. Бұл біздің алғашқы жеңісіміз. Жерсерік болды. Сол кезде біз жігіттермен бірге лейтенант жұлдыздарын жудық. Радиодан естідік. Сөзбен айтып жеткізбездей таңдану болды. Айтып жеткізе алмайтындай. Кейіннен кешке дейін енді адамның қашан ұшатын туралы таластық. Жұлдыздардың қалай тұрғанын қара. Бұл адам сен, және бәрі дәл саған байланысты. Сергей Павлович, мен ұшудың сәтті болу үшін бәрін жасаймын. Барлығын бізді оқытқандай. Мана жерде не жазылғанын білесің бе? Адамдар, мені дұға етіп еске алыңдар. 600 жыл бұрын жазылған. Бізді 600 жылдан кейін біреу еске алады деп ойлайсың ба? Ал бұл маңызды ма, Сергей Павлович? Юра, сен сенімдісің ба? Неге, Сергей Павлович? Техниканың барлық кезеңдерде жұмыс істейтініне кепілдік жоқ. Әрине, біз сені орбитаға жібереміз, бірақ қодағы байланысты төтенше жағдайлар болуы мүмкін. Түсінемін. Тежеу жүйесі секундына 8 км жылдамдықпен ұшатын көлік құралын бәсеңдей алмай қалуы мүмкін. Соны айтам. Егер автоматика жұмыс істемесе, кемені күнге бағыттайсың және қолмен басқару режиміне өтесің. Код 125. Түсіндім, Сергей Павлович. Бөлімінің қысымы 1 және 2. Код жүйесінде 150. Түсіндім, көктем. Ұшу жақсы өтіп жатыр. Көңіл күйім жақсы. Мен ұшуды жалғастырамын. Мен Американың үстіндемін. Газалға жұлдыздардың өтіп бара жатқанын көрем. Өте әдемі көрініс. Мен жердің көлеңкесінде ұшуды жалғастырамын. Сергей Павлович, баллистикалық есеп кеменің орбитадағы көрсетілген шамадан 100 шақырымға жоғары. Бұл нені білдіреді? Егер тежегіш құрылғы жұмыс істемесе, кеме орбитада қалады. Және атмосфераға ілініп, табиғи түрде баяулайды. Есептелген орбита арқылы түсу 1 аптаның ішінде мүмкін болады. Және бұл жағдайға кеме 2 айдан кейін ғана оралады. Ал азық-түлік пен оттектің қоры 10 күнге есептелінген. Гагарин бұл жайлы біле ме? Жоқ, білмейді. Бірақ біз оған айта аламыз. Қажет жоқ. Қабылдаудың бара-барлығына кепілдік жоқ. Түду қысымының параметрлері керек. Мен Заря 1-мін. Қысым параметрлары туралы түдуға хабарлаңдар. Мәскеу хабарлайды. Мәскеу хабарлайды. Кеңес одағының барлық радиостанциялары қосылуда. Біз тастан ғарышқа әлемдегі алғашқы адамның ұшуы туралы хабарлама жібереміз. 1961 жылдың 12 сәуірі Кеңес одағында әлемдегі алғашқы ғарыштық Восток жер серігі жердің айналасындағы орбитаға шығарылды. Кеме адаммен ұшырылды. Восток ғарыш кемесінің ұшқыш ғарышкері Кеңес
Социалистік республикалар одағының азаматы, бәрі жақсы. ұшқыш майор Гагарин Юрий Алексеевич. Циолковский айтқандай, планета адамзат бесігі. Бірақ бесікте мәңгі өмір сүруге болмайды. Мен бір танысыммен кездестім. Ғарыш мәселелерінің маманы. Мен одан сұрадым. Айтыңызшы, кем дегенде 10 жылдан кейін біз ғарышқа жақсы ұшамыз деген үміт бар ма деп. Оның маған не деп жауап бергенін білесіз бе? Иә, мұндай үміт бар. Біздің адам ғарышта! Жігіттер! Біз ғарыштамыз! Анашым, анашым. Ана. Ана. Не? Ана. Не болды соншалықты? Біздің Юра. Юркаға не болды? Құлап қалды ма? Жоқ, радионы қос. Юра. Кемеде, ғарышта ұшады. Ол не білдірді, а? Оның 2 кішкентай баласы бар ғой. Бұл не істеген, а? Ұшқыш майор Гагарин Юрий Алексеевич көп сатылы ғарыштық зымыранды ұшыруға сәтті өтті. Сонымен қайда барасыз, анашым? Мәскеуге, Валентинаға және балаларға. Мынандай аяқ киіммен қайда бармақшысыз? Ғарыш біздікі! Не болды? Біздің адам ғарышта! Біздің адам ғарышта! Біз ғарыштамыз! Қарындас, бізді күтіп тұрсыз ба? Бізбен жүріңіз. Сіз бұл жерде тұрмайсыз. Неге? Өйткені сіз басқа жанды күтіп тұрсыз. Сіз ештеңе білмейсіз бе? Біз ғарышта біріншіміз. Юрий Гагарин! Ұшқыш! Жүр, кеттік! Қайда жүгіріп бара жатырмыз? Ауыл қайда отырады? Сен не ақымақсың ба? Әрине Қызыл алаңға. Басқа қайда отырады? Өтінем, қыздар! Сен балташы Гагарин емесің ба? Гагарин не бопты? Бір майор Гагарин айға ұшыпты. Айға? Сенің туысқаның емес па? Майор? Ja, майор. Менікі аға лейтенант. Сәйкес келмейді. Демек, тағы басқасын жіберген ғой. Менікіне майор болуына талай уақыт керек. Ал радиодан естуімше майор деді. Жоқ. Менікі емес. Айға? Назар аударыңыздар, жердің көлеңкесіне шықтым. Күннің қалай пайда болғанын көруге болады. Нысан айналуда. Күнді бағдарлау жүйесі жұмыс істейтіні анық. Қазір зорда жерді көріп тұрмын. Мен теңіз үстінен ұшудамын. Теңіз үстіндегі қозғалыс бағыты анықтауға болады.
көктем байланыстама. Дәл солай, Сергей Павлович. Олар кедірге келесі 2 минут ішінде ТДУ жұмыс істемесе қолмен басқаруға ауысуға дайын болу керек деп айтсын. Жақсы. Көктем, мен Заря 1. Кедір, сізге рұқсат беріледі. Қажет болса қолмен басқаруға ауысуыңыз. Түсіндім. Ауысуға дайынмын. Сергей Павлович, Каманин Юруға орбитадағы ауытқулар туралы хабарлауға қарсы. Ол орбиталық механика туралы не түсінеді? Гагарин қолмен басқару жүйесін өте жақсы біледі. Ол оны басқара алады. Кедірдің айтуы бойынша ТДУ іске қосылды. Автоматика істеді. Біз журналистер ғарышқа ұшатын келесі адам боламыз. Неге сендер? Себебі бәрін бірінші болып көріп айтып беруіміз қажет. Біз келесі кезекте боламыз. Дәрігерлер! Жақсы. Зойка, сау бол. Ал енді мен ғарыш туралы өлеңімді оқимын. Том бару, где еловые сумерки зеленят освежающий воздух. Мы о синей ракете думали и мечтали лететь на звезды. Сергей Павлович, бөліну жоқ. Тежеу бар. 132 метр секунд. Бірақ аспаптар бөлімі мен кемені бөлу туралы бұйрық үшін бұл жеткіліксіз болуы мүмкін. Жеткіліксіз болып қалу жайлы білем. Ал ол неге бәрі жақсы деп хабарлайды? Демек, барлығы жақсы болуы қажет. Мәселе туындаған жағдайда қосалқы нұсқа бар. Қондыру жүйесі атмосфераға енгеннен кейін өртеніп кетеді. Оған найды! Мен ұшып жатырмын! Оған найды ғой, мама! Орбитадан сигнал жоқ. Демек, ол атмосфераның тығыз қабаттарына кірді. Жер орта теңізі маңында байланыс үзілді. Тіпті орбитаны асқан кезде де камераның траекториясы бойымен КСРО территориясына кіретін 80 000 километр қосалқы бар. Траектория бойындағы барлық әуе қорғаныс нүктелерімен байланысты болыңыз. Сергей Павлович, линияда бірінші хатшы. 5 минутта хабарлайым деп айтыңыз. Жақсы. Бұл не? Академ Городок Никита Сергеевич. Ал мынау? Артек Никита Сергеевич. Ал мынау? Ыдыс-аяқ Никита Сергеевич. Кешіріңіз, жолдастар, бәлкім шығып қайтармыз? Қатты уайымдамаңыз, Никита Сергеевич. Қалай болса да, біз орбитада бірінші болып тұрмыз. Ол маған тірідей керек. Мында. Мен оны бүкіл әлемге көрсетем. Мен оған осындай кездесу ұйымдастырам. Әлі 100 жыл есте болады.
Абайла, картоп бара жатқан жоқсың ғой. Аман есен жеткізіп саламын. Әже, бұл не? Білмеймін балам. Мына жерден тезірек қаштық. Ай, немерем. Тоқтаңдар. Тоқтаңдар. Мен өзіміздікімін. Кеңестікпін. Спутниктік ғарыш аппаратының салмағы ғарышкермен бірге 4725 килограмм. Жігіттер, не үшін жиналдыңдар? Соғыс қайтадан басталды ма? Жағыңа жылан ұяласын. Адам ғарышқа ұшты. Халық, бұл Алексей Иванович қой. Иванович, сен қуанышты емессің ба? Бұл сенің ұлың ғой. Сенің ұлың ғарышқа ұшты. Алексей Иванович, Сенің құттықтаймыз ұлың, сізді. Юрка. Жетер енді. Құттықтаймыз. Жетер. Түсінесің ба? Жоқ па? Құттықтаймыз. Сенің ұлың біздің Юрка. Алексей Иванович. Жайына қалдырыңдаршы. Алексей Иванович. Қайда кеттің, Иваныч? Құттықтаймыз, Сергей Павлович. Сергей Павлович, құттықтаймыз. Сергей Павлович, құтты болсын.
Олег Генрихович, сабыр, сабыр. Сергей Павлович, 3 жыл шеліністе бейне бір жанын алып алғандай, іші мүлдем бос. Бәрі жақсы. Ол қонды. Дін аман. Тек есте ұстаңыз. Ғарышкерге қолыңызбен тиіспеңіз. Я. Құшақтауға сүюге болмайды. Бұл бұйрық. Бастарыңмен жауап бересіңдер. Ұшқышты көтерейік! Ұшқышты көтеріңдер! Көтеріңдер ұшқышты! Құрметті достар, барлық елдер мен континенттердің жақын және таныс емес адамдар. Мен космоста ең бірінші болу бақытына ие болдым. Бұдан басқа қандай арман бар? Алайда ең бірінші маған деген үлкен жауапкершілікті ойладым. Себебі адамзат жылдар бойы армандаған ғарышқа жол салу маған тапсырылды. Менің өмірімдегі ең қиын міндет осы болды. Бұл жауапкершілік тек бір адамның алдында емес, бүкіл Совет одағының алдындағы және барлық адамзаттың бүгіні мен болашағы үшін жасалған сапар. Құрметті достар, мен сіздерге сау болыңыздар деймін. Сіздердің барлықтарыңызды, алыс жақындарымды құшақтағым келіп тұр. Келесі кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар.